Жалғастырамыз. Біз қай тақырыпты өттік? Бір қалыпты айнымалы түзу сызықты қозғалысты өтіп тастадық. Енді мен айттым, жалпы түзу сызықты қозғалыстар бірнешеге бөлінеді деп. Түзу сызықты қозғалыс екіге бөлінеді. Біреуі бір қалыпты, біреуі бір қалыпты айнымалы. Бір қалыпты мен бір қалыпты айнымалы екеуі бізде горизонтальны бағытта орын алады. X-тің бағытында орын алады, жердің бетінде. Ал егер тура сондай түзу сызықты қозғалыс, түзу қозғалыс жоғары төмен орын алса, Y осінде вертикально орын алатын болса, уже біздің формулаларымыз өзгеріп бастайтын болады. Так, осы тақырыпты қарайық. Бірінші, вертикаль бағыттағы қозғалыс. Кез келген, например, бір денені алдық. Біздің суретте алма тұр, Алма гравитацияның әсерінен, ауырлық күшінің әсерінен міндетті түрде не істейді? Мына жерге түсетін болады. Осы әсер ететін гравитация, әсер ететін мынау G деген нәрсе бізде еркін түсу үдеуі. Еркін түсу үдеуі. Бұның мәні тұрақты 9,8-ге тең, но көбінесе біз оны 10 метр бөлінген секунд квадратте балай берсек болады. Вот, енді қарайық. Мына алма осы G деген үдеудің әсерінен төменге қарай құлайды, өйткені G-дің бағыты төменге ғой. Төменге жерге құлайды. Белгілі бір H деген биіктіктен құлайды, H деген биіктіктен құлайды. Енді осы H-ты біз қалай табамыз? Осыдан бастайық. H-ты табу үшін, H деген биіктік. H-ты табу үшін біз мына форманы қолданамыз. Егер дене, алма, бастапқы жылдамдығы бар болса, v0 және жерге түскен кезде оның өзінің тоже несі болады? Жылдамдығы болады, v деген. Формула бойынша былай жазамыз. v0 көбейтілген t бізде осы құлағанға кеткен уақыт. Плюс G квадрат бөлінген 2 дейміз. Тура айнымалы қозғалыстағы аты квадрат бөлінген 2 сияқты, уже неге айналып кетеді? G деген үдеуге айналып кетеді. Бұл қай кезде? Бұл дене төменге құласа. Дене төменге құласа, жүре ма? Мына жер плюс болады. Өйткені қарайық, не үшін? Өйткені мына алманың жылдамдығы төменге бағытталады, өйткені оның қозғалысы төменге. Ал G-дің да бағыты қайда? Төменге. Екеуі бірдей бағытта болғандықтан араларында плюс болады. Енді келесі. Мына жердегі жылдамдықты табу үшін, жерге тигендегі жылдамдықты табу үшін біз қай форманы қолданамыз? Соны жазайық. Жерге тигендегі жылдамдықты немесе кез келген уақыт мезетіндегі жылдамдықты табу үшін v тең бастапқы жылдамдығы v0-ға тағы да қосамын G-тыны. Не үшін қосамын? Өйткені жылдамдық пен үдеудің бағыты бірдей болғандықтан қосамын. Все. Енді бізде тағы бір формула бар H-қа. Ол формула мынандай болады. Помните, айнымалы қозғалыста өттік қой. Соңғы жылдамдықтың квадратынан бастапқы жылдамдықтың квадратын азайтамын, бөлемін 2a деп өттік. Но біздің мынау вертикальны бағыттағы қозғалыста A деген үдеуіміз неге айналып кетті уже? G деген еркін түсу үдеуіне айналып кетті. Осы 3 басты форманы жаттап алсақ жетеді. Все. Бұл бізде дене төменге құласа, достар. Дене төменге түссе. Енді біздің мына случайда алма негізі ағашта тұрған кезде ол тыныштықта тұрады ғой. И может желдің бір нәрсенің әсерінен осы алма төменге түседі. Осы кезде алманың бастапқы жылдамдығы 0 болады. Не үшін? Өйткені ол тыныштықтан жай ғана жерге түсті, еркін жіберілді. Егер есептерде мынандай сөз болса, дене еркін жіберілді деген сөз болса, онда дененің
бастапқы жылдамдығы нөлге тең деген сөз. Қай кезде нөлге тең болмайды? Егер жоғарғы жақтан биіктіктен сол денені лақтырып жіберсе, оның бастапқы жылдамдығы, конечно, нөл болмайды. Түсінікті ғой есеп. Сонда бастапқы жылдамдығы нөл болса, дене еркін жіберілгенде, сонда h-тың формасы қалай өзгереді? Мынау v көбейту v0 көбейту t дегеніміз уже нөліп кетеді. Не үшін? Өйткені бастапқы жылдамдығымыз нөл. Сонда тек не қалады екен? gt квадрат бөлінген 2 қалады. Осы жерден уақыт тапсақ, уақыт тең болады. 2 көбейтіліп барады. Мұнда 2h бөлінген g t1-дің астында болады екен. Все, достар. Мына жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді так, мына сурет қайттан кетіп қалыпты. Мына суретке қарамаймыз. Мен өзім басқа мысал келтіремін. Так. Бізде бір қайтадан дене бар. Осы шар деп алайықшы. Осы шарды жоғарыға қарай немесе тасты жоғары қарай лақтырдық. Ол белгілі бір биіктікке дейін не істейді? Көтеріліп, потом төменге түседі. Но біз именно көтерілген жағын қарайықшы. Бастапқыда шары осы жерде, точнее тас осы жерде тұрды, кейін тас мына жақта тұр, екінші орын. Осы кездегі біз нені табуымыз керек? Биіктікті табуымыз керек. G-дің бағыты всегда төменге, ал вот дене төменнен жоғарыға қозғалып жатыр ғой. Оның жылдамдығының бағыты қалай болады? Әрине, жоғарыдан төменге бағытталады. Бұл бастапқы жылдамдығы. Енді қарайық. Бұл кезде бастапқы жылдамдық нөлге тең болмайды. Не үшін? Өйткені денені төменнен жоғарыға қарай лақтырдық. Сондықтан оның бастапқы жылдамдығы нөл емес. Ал мына жерде, мына точкада, оның жылдамдығы нөл болады. Не үшін? Өйткені қарайық. Дене жоғары мынау көтеріледі, бірақ төменге қарай G үдеу әсер етіп тұр ғой. G оны не істеуге тырысады? Төменге итеруге тырысады. Ал жылдамдық наоборот жоғары кетіп жатыр. Сонда жылдамдық барған сайын азаяды. Басында 10 болды да, 10 делік. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И мына жаққа жеткен кезде 0 болады. И дальше ол не істей алмады? Жоғары қарай ұша алмайды да, обратно төменге қарай құлайтын болады. Түсінікті ма? Түсінікті шығар, иә? Егер мына жердегі жылдамдық 0 болмаса, то дене ұшып, мынау ғашқа дейін кетіп қала беретін еді. Енді былай шығарамыз бұл есепті. Мынау h деген биіктікті табу үшін не істейміз? H деген биіктікті табу үшін бұл h биіктік еще тең болады, h максқа тең болады. H максқа тең болады. Не үшін h максқа тең болады? Өйткені оның максимум көтерілетін биіктігі осы ғана. Ол дальше көтеріле алмайды. Формула бойынша сол баяғы v нулевой t, но уже минус gt квадрат бөлінген 2. Не үшін минус? Өйткені жылдамдықтың бағыты жоғарыға, бастапқы жылдамдықтың бағыты. Ал G-дің бағыты төменге, екеуі бір-біріне қарсы болып тұр, сол үшін минус болады таңбасы. Ал жылдамдықты табу үшін, например, дене мына жаққа келді. Дене мына жерге келіп тұр. Осы жердегі жылдамдығын табу үшін мен не істеймін? V деген жылдамдық табу үшін. Так, V2 деген жылдамдық дейікші. V2-ні табу үшін мен мына бастапқы жылдамдығын азайтамын, өйткені G-дің бағыты всегда төмен. G t-ны. Мынауты, қараңыздар, мынауты мына жерге кеткен уақыт. Жария ма? Бастапқы жылдамдығы осы, и какой-то бір уақыт өткеннен кейін жолдың жартысына келді ол. Биіктіктің жартысына келді. Осы биіктіктің жартысына келген жылдамдық табу үшін мен мына формуланы қолданамын. Бұл формуланы мен дене мына жаққа келсе де, дене мына жерге келсе де, дене даже мына жерде тұрса да қолдана берем. Тек өзгеріп тұратын бізде уақыт қана, ал бастапқы жылдамдық сол қалпы қала береді. G тоже всегда 10-ға тең. Енді так. Все. Енді қайтадан h-тың тағы бір формуласын жазақ. H-тың қайтадан сол формуласы соңғы жылдамдықтың квадратынан азайтамын, бастапқы жылдамдықтың квадратын бөлемін. 2a-ға емес, уже 2g-ға бөлем. Өйткені a менде g-ға айналып кетті. Все.
формула осындай болады. Енді маңызды нәрсе тағы бір. Мына нәрсеге қарайық достар. Вот. Дене көтерілген кезбен дене төменге түскен кезде қарастырайық. Мына жаққа салайын, иә. Дене қандай жылдамдықпен көтерілсе, қандай жылдамдықпен көтерілсе жоғары қарай. Так. Мына жаққа үлкен болып кетті. Дене 10 метр секунд жылдамдықпен көтерілсе, үстіне барған кезде ол максимум бір биіктікке, H деген биіктікке барады. 10 метрге дейін барады да, бара алмайды да. Қай жерде тоқтайды? Белгілі бір биіктікте тоқтайды. Осы кезде оның жылдамдығы 0. Кейін не істейді? Конечно, обратно төменге ол түсетін болады осылай. Негізі тура қалай көтерілді, солай төменге түседі. Но мен более түсінікті болу үшін кішкене былай салайын, төменге түседі. Вот. Енді төменге түсетін кезде оның жерге соғылған кезде жылдамдығы болады ғой. Кез келген допты денені лақтырып көріңіздерші жоғарыға. Жоғарыға лақтырасыздар, жерге түскен кезде тарс етіп қатты түседі. Не үшін? Өйткені оның жылдамдығы көп. Ол 10-мен көтерілсе, жерге тура сол 10-мен түседі. Жария ма? Ал жылдамдығы 0 болады, ең биік точкасында, даже көтеріле алмайтын биіктікте оның жылдамдығы 0 болады. Сонда мынау көтерілу биіктігі және түсу биіктігі бір-біріне тең болады. Вот. Все. Енді тағы да бір мәселе, егер ол 4 секундта жоғарыға көтерілді и даже көтеріле алмайды, төменге түсетін болса, тура сол 4 секундтың ішінде ол қайтадан төменге түседі. Өйткені көтерілсе де, төменге түссе де, денеге тек G деген үдеу әсер етеді. Сондықтан қанша уақыт көтерілсе, сонша уақыт дене төменге түсетін болады. Все. Басты формула H тең V нулевой-ті плюс-минус GT квадрат бөлінген 2. Қай кезде плюс болады? Плюс болады, если дене төменге түссе, минус болады, если дене жоғарыға көтерілсе. Все, түсінікті деп ойлаймын. Кеттік. Есептер қарайық. Мына есепті қарайық. Топ 20 метр секунд жылдамдықпен жоғары лақтырылған. Қайда лақтырды? Жоғарыға лақтырылды. Светін ауыстырайын. 20 метр секунд жылдамдықпен жоғарыға лақтырылған. 2 секундтан кейінгі оның жер бетінен қашықтығы, немесе жер бетінен қаншалықты алыс орналасқан, жер бетінен орналасқан биіктігін табу керек. Суретін салам. Так, бізде жылдамдық берілген, өте кішкентай қалды. Жылдамдық берілген, ол 20 метр бөлінген секундқа тең. Дене жоғарыға лақтырды дегеніміз, дене жердің бетінде тұрды, мынау жер, кейін жоғарыға лақтырды. Дене жоғарыға лақтырылады, 2 секундтан кейінгі оның жердің биіктігі. Так, примерно 2 секунд өтеді, ол мына жерге келеді 2 секундтан кейін. Сол 2 секунд өткеннен кейінгі оның несін табу керек? Жерден биіктігін табу керек. Қай форманы қолданамыз? Так, уақытты жазайық. Уақыт бізде 2 секунд дейді. H-тың қандай формасы бар? H-тың мына формасы бар, я? V нулевой-ті бұл дене жоғарыға көтеріп жатқасын, мен бағана айттым. Жылдамдығы жоғарыға, но G төменге, екеу бір-біріне қарама-қарсы, значит, азайту GT квадрат бөлінген 2 дейм. Осы жерін тауып көрейік енді. Так, V нулевой менде неге тең? V нулевой 20-ға тең, уақыт 2 секундқа тең. Азайтамын, G менде 10-ға тең, уақыт 2 секунд, 2 секундтың квадраты, бірақ 4 болады бөлем 2-ге. Сонда 40 азайту, мұнаумен науқыс қарайды, 20 тең 20 метр. Сонда 2 секундтың ішінде дене уже жерден 20 метр биіктікте. Жауап менде D. Тура осылай 21-ді шығарып көрейік. Мынаны өшіре тұрайын онда. Мына уақыт беріңізші, кішкене скрин жасап бірдеңе істеп алға. Все, кеттік. Келесі 21-ді көрейік. 21.
денені вертикаль жоғары 15 метр секунд жылдамдықпен лақтырды дейді. Жылдамдығы қанша? Бастапқы жылдамдығы 15 метр бөлінген секунд. Егер ауа үйкелісін ескермесек, значит ауада ешқандай кедергі жоқ. Ол ауаның кедергісінен ешқайда ұшып кетпейді. Оның құлау мезеттегі жылдамдығы қандай дейді. Мынау бағана тура менің айтқан нәрсе. Денені жоғары лақтырды, және ол не істейді? Обратно төменге түседі. Обратно төменге түсіп келеді. Енді осы обратно дене төменге түскендіктен мынау жерге соғылған кездегі дененің несін табу керек? Жылдамдығын табу керек. Мен айттым бағана, дене қандай жылдамдықпен көтерілсе, тура сондай жылдамдықпен жерге қарай не істейді? Түсетін болады. Бірақ өте важны нәрсе. Ол көтерілген кезде жылдамдығы қайда бағытталды? Жоғарыға бағытталды. В нулевой 15. Ал түсетін кезде оның жылдамдығы қайда бағытталады? Жерге бағытталады ғой. Вот. Мынау жылдамдық жоғарыға, мынау жылдамдық төменге. Екеуінің сандық мәні бірдей, екеуі де 15, но разница несінде? Бағытында. Мынау жоғарыға болғандықтан плюс, мынау төменге болғандықтан алды минус болу керек. Жауап минус 15. Все. Келесі. Допты жер бетінен 4 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған, оның 1 секундта жүретін жолы. Так, мына есеп бағана есепке ұқсайды, өте берейік. Так, екеуі мына есептер ұқсайды екен. Вот, мына есепті қарайық. 116 қарайық. Сәл қиындау есеп. Адам биіктігі 320 метр құздан тасты түсіріп алады. Қарайық. Ол 3 секундтан кейін екінші тасты тастады. Екі тас жерге бір мезгілде, негізі мына жақта бір деген сөз ұмытып кеткен. Екі тас жерге бір мезгілде жеткен болса, екінші тасқа қандай бастапқы жылдамдық берген? Мына жерде бір деген сөз қалып тұр. Бірдей уақытта түскен ғой екеуі жерге. Прям бір моментте түскен. Вот. Мынау бізде құз. Құз жерден қанша метрде орналасқан? 320 метрде орналасқан. Осы тастан бірінші адам нені түсіріп алады? Осы биіктіктен бірінші адам мынандай қызыл тас түсіріп алады. Просто түсіріп алды деген сөздің логикасы оны қолынан жібере салды. Ал қолынан жібере салса, оның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Қызыл тастың бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Вот. Ол жерге түсе береді, жерге түседі былай қарай. Енді мынау тас, қызыл тас әлі жерге жеткен жоқ. Жерге түскен жоқ әлі. Осы 3 секунд өтіп кеткеннен кейін қызыл тас таста жерді ғой. 3 секунд өткеннен кейін нені жіберген? Екінші тасты уже лақтырған, тастаған. Лақтырса, тастаса, оның уже несі бар? Жылдамдығы бар, я, бастапқы жылдамдығы бар. Вот. Осы кезде 3 секунд өтіп кетсе, мына тас уже қайда тұрады? Примерно мына жерде тұр уже. Мына тас уже примерно осы жерде тұр. Ал қара тас не істеді? Енді лақтырған ғой. И то оны В нулевой деген лақтырып жерген. Вот. Сонда мына жерде уже қанша секунд өтіп кетіп тұр? 3 секунд өтіп кетіп тұр. Екеуі бірақ қандай уақытта түседі? Бірдей уақытта түседі. Екеуі де, например, 15:00-де түседі жерге. Екеуі де 15:00-де түсу үшін қарайық. Мына жерде Т уақыт пен мына жердегі Т уақыт не болу керек? Бір-біріне тең болу керек. Вот. Осы логикадан бастап шығара берейік. Бірінші қызыл тасты қарайық. Қызыл тас жерге қанша секундта жетеді? Осыны есептеге біздің формуламыз H формасын қолданамыз. Өйткені 320-дан құлап жатыр бұлар. H-тен қандай формасы? В нулевойты. Дене төменге құлап жатқандықтан оның орталарында плюс GT квадрат бөлінген 2 болады. Бастапқы жылдамдығы қызыл тастың 0-ге тең, сонда H тең GT квадрат бөлінген 2 жайғаны. Все, бұл тең 320-ға. Енді осы жерде мен Т деген уақыт тауып алайын, қанша секундта жерге түседі екен ол? Есептейміз. 2-ні көбейтем 320-ға, бөлемін G-ға. G менде 10-ға тең. Так, 60
640 бөлем 10-ға. Бұл дегеніміз 64 секундтың ішінде жерге жетеді. 64 секундтың ішінде бірінші тас, қызыл тас жерге түседі. Бізде Т квадрат қой, мына түбірдің астында болады. Сонда 8 секундта жеткен бәсе. 8 секундтың ішінде дене жерге жетеді. Енді әлі есеп біткен жоқ. Енді бізде 3 секунд өтіп кеткеннен кейін уже не лақтырылып тұр? Қара тас лақтырылып тұр. Қарамен жазам. Ол тоже неден түседі? Осы 320-дан түседі. Бірақ оның несі бар? Бастапқы жылдамдығы бар. Енді ол кезде де h тең v нулевой t плюс gt квадрат бөлінген 2 деген форманы қолданамын. Тура сол 320 биіктіктен түседі. Бірақ бұл жерде v0 нөлге тең емес, өйткені денені тастап жіберді, лақтырып жіберді. И уақыты Т бізде белгісіз. Оны қалай тапсақ болады? Қарайық. Бірінші мынау қызыл тас уже 3 секунд өткеннен кейін мына жақта тұр, ал мына жақта дене енді тасталып жатыр. Біз білеміз, қызыл тас жоғарыдан төменге қарай 8 секундта түседі екен. Но мынау қара тас 3 секундтан кейін лақтырылды ғой. Значит, мынау қызылға примерно 5 секунд қалды уже түсіп кеткен. Үстінде 3 бар, астында 5 бар. Екеуі қосылып 8 секунд болады. Қызыл тас жерге түсуіне 5 секунд қалғанда мына қара тас лақтырылды. Значит, екеуі бір уақытта түсу үшін мынау тоже қанша секундта түсу керек? 5 секундта түсу керек. Сонда мынаның уақытымен қалай таптым? Т тең 8 азайту 3, 5 секунд деп таптым. Енді орнына қоя салайық. Орнына қойсақ, мына жаққа кеп жазайын. Так, v нулевой белгісіз уақытым 5 секунд плюс g 10-ға тең 5-тің квадраты 25 бөлем 2-ге тең 320-ға. Енді 5 v нулевой, мына жақта 5, 5-ті 25-ге көбейтсек, 125 па? 125 қосамын, тең болады 320-ға. Енді 5 v нулевой 320-дан азайтамын, 125-ті 195 болады, ал v нулевойды табу үшін 195-ті бөлем 5-ке тең 39 метр бөлінген секунд. Значит, денені жерге қарай 39 метр бөлінген секунд жылдамдықпен лақтырып жіберген екен. Түсінікті деп ойлаймын енді, я? Все. Мынау 117-ші есепті көрген. Так, дене бастапқы жылдамдықсыз 6 секунд бойы еркін түседі. Бастапқы жылдамдықсыз дейді, еще еркін түседі дейді. Мен бағана айттым, еркін түседі деген, бастапқы жылдамдығы жоқ дедім. Осы уақыттың бірінші және соңғы секундында жүрген жолы. Мына жаққа шығарайық. 117-ші есеп. Дене белгілі биіктіктен естеген төменге тасталған, төменге түседі. Мына жер, мынау бізде жер примерно. Бастапқы жылдамдығы 0 деп есептің өзінде айтты. Және 6 секундқа не істеді? 6 секунд бойы түскен. Значит, оның жерге түсу уақыты 6 секунд. Енді осы есепте былай дейді. Мынау 1 секунд жүреді ғой. Бастапқы бірінші секундпен соңғы мынау бірінші секундтың жүрген жолдарын табу керек. Қалай табамыз? Бұнда есептер келсе, мен бір қазір методты көрсетем. Сол методты осындай есептердің бәріне шығара беріңіздер, жүре ма? Бәріне қолдана беріңіздер. Оңай, өте оңай шығатын болады. Так, мен не істеймін? Мен ең алдымен белгілей алайын. Дене бастапқыда мынау 1 секундта жүрген жолы.
мынау 1 деп қояйын. Мынау бізде соңғы 1 секундқа қалған жердегі жолы. Ал мынау бізде уже жерге түскен кездегі жолы, иә? Точнее, орны. Қалай шығарамыз? Біз бірінші дененің мына биіктігін таба аламыз, иә? H биіктігін таба аламыз. Қалай табамыз? H тең V нөлевойты бұл дене төменге түсіп жатқандықтан плюс GT квадрат бөлінген 2. Бастапқы жылдамдығы 0 болса, тек GT квадрат бөлінген 2 қалады. G менде 10-ға тең. Уақыт бастапқы 1 секунд 1 деп аламын. Оның квадраты бөлем 2. Сонда 5 метр. 1 секундтың ішінде уже 5 метр жүріп қояды. Все. Енді келесі не істейміз? Келесі бізге мынау соңғы жүрген H деген биіктігін табу керек. Ол биіктік табу кішкене қиындау болады. Өйткені мынау форманы қолданайық десек, V нөлевой уже 0 емес. Өйткені мына жаққа келген кезде оның жылдамдығы V нөлевой болып кетеді, ал мына жерде оның жылдамдығы бастапқы V нөлевой 0-ге тең болмайды. Сонда есепті қалай шығарсақ болады? Біз бүйте аламыз. Біз мына жердегі биіктікті таба аламыз. Сосын мына толық биіктігін таба аламыз. Ал бізге именно осы биіктігі керек болғандықтан, мына толық биіктіктен мына биіктікті азайтсақ, бізде мынау шығады. Дұрыс па? Солай істейік, иә? Вот. Сөйтіп шығарсақ та болады. Или бағана мен айтқанымдай, мына жердегі дененің жылдамдығын тауып алып шығарсақ та болады. Давайте мына жердегі дененің жылдамдығын тауып шығарып көрейік, иә? Вот. Бұл жерге, соңғы 1 секунд болса, мына жерге қанша уақыт кеткен? Общий 6, 1 секунд, мына жерге 5 секунд кетті. Осы жердегі V деген жылдамдық тең болады. V нөлевой плюс GT деген форманы бағана үйреттім. Бастапқы жылдамдық 0-ге тең, сонда тең GT-ға. G менде 10-ға тең, уақыт 5 секундқа тең. Сонда 50 метр бөлінген секунд. Мына жерде дененің жылдамдығы уже 50. Жерге 1 секунд қалған кезде дененің жылдамдығы 50 болады екен. Енді дальше мына биіктікті табу үшін H тең V нөлевойты плюс GT квадрат бөлінген 2 деген форманы қолданамын. Но мына жердегі V нөлевой деген достар, мына V нөлевой деп шатаспаймыз. Мына жердегі V нөлевой дегеніміз мына бастапқы несі точкасындағы біз қарастырып тұрған биіктіктегі бастапқы жылдамдық. Біз мына биіктікті алып жатырық қой. Осы биіктіктің бастапқы орнындағы жылдамдық бізде 50. Значит, мен мына жерге нені аламын? 50 аламын. Ал Т деп мен нені алуым керек? Мен мынау H-ты жүріп өтетін биіктікті алуым керек. H-ты жүріп өтетін биіктік, ол менде 1 секунд. Давайте шығарайық сонда. 50 көбейту 1, қосу, так, мынау 1, ойнап кетті. 50 көбейту 1, қосу, G менде 10, 1-дің квадраты бөлінген 2. Жауап менде 55 метр. Чоза, ойнап кетті. 55 метр ма? Мында 5 метр, да, 55 метр. Енді давайте бүткіл биіктігін, мынау биіктік қанша болады екен тауып көрейікші, үлкен H. Оны қай формамен табамыз? V нөлевойты плюс GT квадрат бөлінген 2 деген формамен табамыз. V нөлевой бізде. Қарақ, мен мына биіктік табуым керек болып тұр. Точнее, толық биіктік табуым керек. Мына толық биіктік табуым үшін менің мына биіктіктің бастапқы жылдамдығын аламын, ол қаншаға тең? 0-ге тең. Сонда тек GT квадрат бөлінген 2 қалады. Енді уақыт ретінде мен қай уақытты аламын? Осы жаққа кеткен уақытты аламын. Осы жаққа кеткен уақыт 6 секунд деп есепте берген. Сонда 10 көбейту 6-ның квадратын бөлем 2-ге, 5-ті көбейтем 36-ға. Жауап менде 515. Так, калькулятормен есепте салайықшы. 180 метр екен. Так, мына жаққа полный 180 метр, мына жер бізде 55 метр, мына жер 5 метр, значит, мына жер қанша? 180 азайтам 60-ты, 120 метр екен. Түсінікті ма есеп? Надеюсь, түсінікті. Все, достар, вертикаль бағытта қозғалысты түсіндірдім. Мына файлды жіберетін боламын міндетті түрде. Енді бізде көкжиек пен бұрыш и шеңбер бойымен қозғалыс қалып тұр.
Оны келесі сабақта өтеміз. Но мен мынандай маңызды нәрсе түсіндіре кетейін сіздерге. Мына есепке қарамаймыз, иә. Мен бағана айттым, иә, траектория қозғалысына қарай екіге бөлінеді дедім. Біреуі түзу сызықты, біреуі қисық. Түзу сызықты өзі атайып тұр, иә, түзу қозғалады дене. Дене түзу былай қозғалуы мүмкін, мынау дене былай қозғалуы мүмкін, немесе түзу артқа қозғалуы мүмкін. Немесе жоғарыдан, төменнен жоғарыға түп түзу қозғалуы мүмкін, бағана вертикально, немесе жоғарыдан төменге түп түзу қозғалуы мүмкін. Бұл бізде түзу сызықты қозғалыс. Ал қисық сызықты қозғалысқа бізде мынандай қозғалыс жатады. Мынау бізде горизонт, жер. Жерге примерно альфа деген градус жасап дене лақтырылады былай. Осы дене лақтырылды, и былай не істейді, ұшып төменге кеп түседі мына жаққа. Бұл бізде көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған қозғалыс. Бұл бізде қисық сызықты. Не үшін қисық сызықты? Просто мынандай түп түзу қозғалған жоқ дене. Дене былай қозғалды, қисық қозғалды. Келесі бізде қисық сызықты қозғалысқа тағы біреу мысал біз білетін, біз қарастыруымыз керек, шеңбер бойымен қозғалыс. Дене мына жақта тұрды, жай ғана не істеді, шеңбердің бойымен қозғалып шықты. Бұл да бізде қисық сызықты қозғалыс. Қисық сызық деген только мынандай қозғалыс емес, достар. Шеңберде қисық сызықты қозғалыс болады. Не үшін қисық сызықты? Просто түзу болмағаны үшін ғана. И все, логика в этом. Біз мына тақырыпты қарастырдық. Түзу сызықты қозғалыс именно горизонтально X өсі ғой. Горизонтально бізде X өсі, иә. X өсінде бізде қандай болды? Бір қалыпты болды, және бір қалыпты айнымалы болды. Бір қалыптыда тек жылдамдық тұрақты болса, айнымалыда А тайып тұр, А тұрақты дейміз, үдеу тұрақты болды. Ал мынау вертикаль жоғары қозғалыста жоғары түссе, всегда G төменге бағытталады дедік. Егер дене Y өсі ғой, бұл вертикальный қозғалыс. Дене жоғары қозғалса, формулада қандай болады? Минус болады, ал төмен қозғалса дене формуланың арасында плюс болады. Мына формуланың арасы ғой, мына жер. Болды, түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі сабақта біз осы екі қозғалысты қарастырамыз. Особенно көкжиекке бұрыш жасай қозғалыс сәл формуласы қиынырақ, уже синус косинустар кіреді, но былай особо қатты бір қиын нәрсе жоқ негізі. Тек формула жаттау қиынырақ, ол жақта формула көбірек. Ал шеңбер бойымен қозғалыс особо қиын нәрсе емес. Все. Мынау түзу сызықты қозғалыстың бәрін қарап, жаттап, прям формуласын біліп, маған айтып беретіндей болу қажет сіздер.